Қадірлі достар, біріншіден айтатын нәрсе 19 ғасырдың ішінде халықтың жүрегіне күн сәулесін түсіретін аяулы, ардақты кемеңгер ойшылар көп шықты. Соның ішінде ең жарқынның біреуі бізден шыққан Шоқан Уәлиханов еді. Ол қазақтың тіршілігінен, оның өмірінен, оның географиясынан, тарихынан, этнографиясынан, әдебиетінен, өнерінен, тағы басқа түрде нехилі нәрселерінен көп дүниелер қалдырды. Сондай нәрселерді қырғыз өмірінен, ойғырлардан, өзбектерден көп жазды. Осы жағынан алғанда 19 ғасырда жазған Шоқанның жазғандарына жететін өсігінде ешбір ондай білім жоқ. Ол тура ашығын, айқын, әдемі суреттеген кісі. Шоқанның материалымен студент кезімде Ленинградта шұғылдана бастадым 25-30 жылдар. Әр уақыт академияның архивінде отырып, оның не жазғандарын бәрін сол кездегі 2 тетрадқа жазып алдым. Ол кездегі тетрадтар бүгінгідей емес, қарапайым, түрі әдемілеп келген болғанымен өсіңгі тетрадтар қызық қой. Культураның жоғары сатысымен жасалған, бәрі әдемі. Анада жазылған Шоқанның сөздері сондай қызық еді. Мен соны студент кезінде жазып алдым. Кейін академия келгеннен кейін Мұхтар мен Қаныш марқұм екеуі бәріміз қосылып Шоқанды қайтадан бастыру мәселесі қойылды. Осы мәселені олар маған тапсырды. Сен осыған кіріс, Шоқанды жақсылап шығар, неше том шығарасын өз еркіңде деп осындай ұсыныс берді. Бұл мәселеге көп еңбек сіңірген Мұхтар мен Қаныш, Сақтаған Байышев, осы шоуды өте жүйрік білгіш, Шоқанды өздеріңдей жақсы қадірлейтін, аяулы көретін қазақтың данышпан адамдары. Ол Мұхтарға, Қанышқа, Байышевке жететін кісілер өте аз. Олардың жүйрік білуі ересен еді. Ағар олар тура Шоқанның өзіндей болмағанымен, оларды қалдырған іздері естен ұмытылмайды. Менің алдымен осылар туралы айтып кетуім керек. Шоқанды жақсы көрген кісінің біреуі Сәкен Сейфуллин. О да арасында кейде Шоқанды еске түсіріп отырады. Сәбит Мұқанов кейін Шоқан зерттеліп шыққаннан кейін Сәбит көп жазды ол туралы. Жақсы, Сәбиттің жазғандарында реализмнен гөрі көбінесе фантазия басымырақ болып отырады. Ол сол сұлулық жағына ауыса берген Сәбит Мұқанов. Осындай жазулар осы орталарыңыздың ішінде отырғандар болу керек. Шоқан туралы еске алып отыратын ғалымдар бар сондай. Ал сол кезден бастап біз барлық Ленинградтың, Москаудың, Томскінің, Омбының, Қазанның, Орынбордың, Ташкенттің, Алматының архивтерін тегіс қараладық. Не заманнан бері архивтің шағында жаңағы Рахманқұл айтқандай шашылып жатқан әдемі қағаздарын, автографтарын, кейбір болымсыз қағаздарын ақырындап отырып таптық. Біздің бұл зерттеуіміз профессор Веселовскийдің зерттеуінен гөрі басқарақ еді. Ол кісі Потанин Григорий Николаевич берген материалды басып шығарды. Оның ішінде Шоқанның революционный идеяларын тегісімен қалдырып отырған, патшаға қарсы жазған жерлерін. Біз өз жерлерін қайтадан восстановить еттік. Патшаға қарсы жазған жерлерін тегісімен келтірдік. Ол айтқан сөздер орыс халқының революциялар қалай айтса, Шоқан да солай әдемі революционный мотивпенен әдемі айтып отырған. Осы расы Веселовский кітабында қалдырып отырған. Оны қарындашпен сөшіген жерлерін тегісімен көрсеттік. Мұны бір кезде Фетисов, әдебиетті жақсы зерттейтін, Қазақстанды жүріп білетін бір литератор, о жігітте
көңіл қойып өзінің пікірін айтқан еді. Ақырында 5 том Шоқанның шығармаларын шығардық. Қадырғали Жалайырдың кітабына берген тұжырымдар қандай жақсы. Қазақ тарихының ең басы осы Қадырғали Жалайырдан басталады дейді. Қадырғалидың тілі тура қазақтың өзінің тілімен, соның афоризм, мақал мәтеліменен, соны келтіретін аңыздарымен жазылған дейді. Мұны бірінші рет жазып отырған Шоқан. Березинге жазған хаты да осындай. Березин хандар жарлығын зерттегенде көп ескі сөздер түсіне алмай Шоқанға хат жазған. Сонда Шоқанның Березинге жазған хаты кадет курсында аяқ классында жүргенде жазған хаттары керемет. Ондай хатты өсімгі балалар еш уақытта жаза алмайды. Мұнда бір профессордың, атақты ғалымның тілі бар. Қырғыз халқының тарихын қандай әдеміне жазған 1856 жылы. Сол сияқты Шона Батыр, Қоқан, өзбек тарихын сондай сұлу жазған. Өзбек хандарының қысымшылығы, олардың қазақ пен қырғызды қанауы, осылары жақсы айтылған. Мұның барлығында Шоқан өзін әр уақыт орыс революцияларына жақындатып, өзін ашық ойлы, революция бойын ойлаушы, бірінші жарық дүние көрсететін кісі етіп көрсетеді. Шоқанның көп жазған нәрселері әдебиет туралы. Әдемі жазғаны предание и легенда казаков большойарды қандай әдемі жазған. Соны 18-19 жастарында жазған Шоқан. Обрядовой поэзия, жоқтау жырын қандай әдемі келтіреді. Сонда неше түрлі мисалдар келтіреді. Абылай туралы әдемі аңыздар. Абылайды қазақтардың қандай қадірлейтіні, оны ардақтауы, қандай әдемі жырлар қалдырғанын соны келтіреді. Шоқанның кішкене күннен әдемі жазған нәрсесі едіге жыры. Қорқыт ата, Қорқытты қазақтың әдебиетін, музыкасын жасаушы, соның атасы деп бірінші айтып кеткен Қорқыт. 1856 жылы Ыстықкөл жағасына барып жүріп, қырғыздың Манас жырын табады. Онда айтқан ғой, единственное романтическое произведение киргизского народа Манасты бірінші рет жазған. Ол 50-ші жылдар олай айту, ешбір Европа ғалымдардың есіне келмейтін сөз ғой. Манасты единственное произведение романтическое киргизского народа айту, бір ғана Шоқан айта алған. Қоз көрпешті жаңағы ақыннан естіп қандай қадірлеген. Сол кезде Шоқан 7 жасар бала, әкесімен екеуі жанақты бірге отырып жазады ғой. 7 жасар бала. Бір айтатын нәрсе, Шоқанның туып өскен жер Көкшетау, Сырымбет. Өзі 1835 жылы Обаған қаласына туып, жас күнін Обаған өлкесінде Күнтимес деген Шыңғыстың сарайында өткізді. Ол сарайдың аты тегінде Күнтимес. 5 жасынан Обағандағы қазақ мектебінде оқыды. Онда Күншығыс әдебиетін, Шағатай әдебиетін, Қыпшақ тілін жақсы үйренді. Әлишер Нәуаи сияқты поэттерді жақсы оқыды. Сондықтан 7 жасында ол араб тілін сонша жүйрік біліп, әкесіне отырып, сонда жаңа ақынның, Жұмағұл ақынның айтқандарын бірге қазақ фольклорын жазып алып отырған. Шоқанның көп айтқан нәрсесі қазақтың музыкасы, қобыздың күйлері. Ол бір 15 шақты күйдің атын келтіреді. Байсалы уақыт Сабыр Батырдың сыбызғыдан тартқаны деген күй. Соны өз құлағымен естіген сол кезде. Бағаналы Балақай бақсының Қорқыт күйі. Қорқыт күйін Балақай бақсыдан әдемі тартқан кісі болмаған. Жанғожаның басқаны. Бұл Жанғожа қай Жанғожа екені белгісіз. Мүмкін сыр бойындағы Жанғожа болуы мүмкін.
Жанғожаның басқан атақты күй. Суға кетті Ерғотан, Досжан дейтін атақты күйшінікі. Балбырауынды өсіңгі музыкантшылар өсіңгі замандікі дейді. Шоқан 50-ші жыл жазып алған. Балбырауын Досжандікі әдемі күй, қазақша балбыратып, әдемі домбырамен тартатын күй. Өсіңгі музыканттар оны өсіңгі заманның кісілерін әкеп жайып жүреді. Осы арасы дұрыс па, анығын Шоқаннан білу керек еді. Алабайрақ дейтін күй, соғыс кезінде тартатын, Досжан әдемілеп тартатын алабайрақ. Байрақты бүлкілдетіп, домбырамен әдемі тартатын күй, соны Шоқан ұзғылығымен естіген. Қызылғайын Өтеболат дейтін атақты күйші. Өтеболат қай ел екені белгісіз, бірақ Шоқан өз қолымен естіген. Шығыт жібі бес бармақ дейді. Домбыраның қоңыр үніменен шығыттың жібегі сияқты әдемі күйді бүлкілдетіп тартатын, соны жазады. Қапыда өткен қарбалас дейді. Айтқан мұны жаңа ақын, қапыда өткен қарбалас. Тегіде еңлік кебекке арнаған сияқты түбінде қапыда өткен қарбалас. Жаңа айтқан жазбай кетуі мүмкін, қапыда өткен қарбалас еңлік кебек сияқты. Тайлақбайдың сыбызғыдан тартқаны дейді. Тайлақбай күйшінің кім екенін ешкім білмейді қазір, музыканттар да білмейді. Оны күйінің аты қыз жылытқандай дейді, күйдің аты. Әдемі, сайрап тұратын жақсы күй. Болтанның басқаны дейді. Болтан дейтін атақты күйші. Оны өсіңгі музыка білмейді, сол оймен ұмтылып қалған. Ершедегей еткейсін дейді қазақтың ескі аңызы бойынша. Ершедегей дейтін атақты күйші өзі жалайыр. Күйшілер өзі жалайырдан шығады ғой. Ол 13-14 ғасырда жалайырлардан артық күй тартатын ел болмаған. Мұнау Ақсақлан Жошыған күйінің 13 ғасырда тартқан бір түрі. Ершедегей еткейсін. Сонда Ершедегей бізге көмек етіп, Жошығанды тірілтіп берсең деген ішінде мотив бар әлгінің ішінде. Құланның жошыны қалай өлтіргенін, оның топтап басқан аяғының ізі, соның барлығын қобызбен әдемілеп келтірген. Осы жазған жерінде 4 күйшінің атын келтіреді. Қанғожаны келтіреді, жаңа ақын тартады. Қаракесектің кішкентай тымағын басына киіп, алашапан киіп, қобызын тартып отыр жаңа ақын. Осы Досжан, ішінде үлкен қалпағы бар, алдына Досжан деп жазған. Бұл әңгімелерді өзіңгі адамдар білмейді. Мұны жазып қалдырған атақты Шоқан. Сөйтіп, Шоқанның бізге қалдырған тарихи, географиялық, мәдениет жүзіндегі, өнер жүзіндегі, музыка жайындағы, елдің тұрмысы жайындағы жазып кеткендерге бізге еш уақыт ұмытылмайтын ғажайып бір дүние. Ол Шоқандай ешкім жаза алмайды, оның сөздерінің өзі қызық қой. Тез тапқыш, жаңа айтқан сөздері басқа кісі айтып келтіре алмайтын, өз алдына бөлек болып отырады. Ағар Шоқанды қазақша аударатын кісі болса, оның тілін жақсы білетін кісі аудару керек. Қазақша жүйрік білетін, қазақтың мақал мәтелін жүйрік білетін, аса шешен кісі аудару керек. Ағар оны білмесе, Шоқанның тілі босқа қалады. Оның айтқан тілі өзіңе канцелер тілімен жазсаң, ол түк болмайды. Олай жазуда ешбір мән жоқ, онда Шоқан табылмай қалатын болады. Сөйтіп Шоқанның материалдар өсігінде жалғыз Совет Союзында емес, бүкіл дүниежүзілік әдебиатқа белгілі отыр. Шоқанның кітаптар шығысымен оның көп нәрселерін япон тіліне аударды. Японның бір баспасы. Соның ішінде очерки Жунгари де бар. Кембриджский университеттің әдебиет тарихын зерттеуші